Mına tünün jatısında men kardegende menin aldımdan bir maşina çıkkan кезде осы жердің мен қазағымын ғой, осы жердің тасымын ғой, маған неге жол бермейді деп мен өзімнің қателігімді өзім мойындап, осы мынау менің өзімнің ауылымның баласы, өзімнің ағаларымыздың інісі мына Ербол деген жігіт екен. Шындықта да біз қазақпыз ғой, артық айту жаман көреміз. Сол үшін мен баланың інім ағамның баласы екен. Інімнен мен кешірім өтінемін. Енді біздің ағамызға мен айтып бар, көкеме сәлем айт, ағамнан кешірім сұрады. Мен жол бердім де, ағам сіз үшін менен кешірім сұрады. Жарай ма? Сіз бір ағайындарымыз бармыз. Аман сау болыңыз. Жақсылықпен жол бар. Жақсы бол. Таныдың ғой мен қайсы ағаң екенімді? Жақсы. Жақсы. Аман есен болыңыздар. Қателігімізді мойындайық. Мен сол бағанағы приораның егесі, ешкімге ешқандай атама да, ешкімге ешқандай арыз шағым жоқ, бәрі жақсы. Енді жаңа түсініксіздік болып қалды. Сол үшін бәрі дұрыс. Не болды? Аман бол. Жақсы.